Қайырлы күн баршаңызға. Тағы бір қарбалас жұмыс күні басталды. Миш, конечно. Газ келем. Бұл Момышұлы Ұлықбек Алматыдағы теттидің ең алғашқы точкасы. Мұнда барлығын өзім жасадық десек болады. Мұндағы тұрған шүктер болсын, өзіміздің ойлап тапқан туындылар. Теттидің ең алғашқы нүктесі осы жер, яғни біздің қара шаңырақ. Барлығын өзім жасап шыққанбыз. Қалайсыздар қыздар? Алибек аға бітірді. Келіп кет. Мыналарды бұлар не үшін? Заттар жинауға. Есік алдына шығарып қоя салыңдар. Мына жерге жасаймын, бұны толтырып. Коробка жоқ болса заттар қайда саласың? Енді өмір болғасан бірде қайғы, бірде шаттық деген сияқты. Жаңа точка ашылып жатыр, бірақ мына жақ жабылып жатыр. Жабылып жатқанда бізде касса төмендіктен емес, керісінше бізде өсіп жатыр. Договор жылдың аяғына дейін. Оған қарамастан бізден заңсыз түрде шығарып жатыр. Бізге емес, мұнда біздің көршіміз Ерлан деген бауырымыздың ашқан бұл да кетіп жатыр. Жақсы жамайсың? Жақсы. Бұның ішінде қаншама ремонт жасалған. Сыртына болсын. Бізден қаншама ремонт кетті. Наш тонер деген партнерімнің ашқаны. Ішінде қаншама ремонттар жасалды. Қайсыздар? Төбел шалмағымен, бірақ ішіне қаншама ремонт жасалды. Мына жаққа ішіне дегендей. Енді соның бәрін қысып, қаншама клиент жиналып бұл жаққа. Соның бәрін қысып кетіп жатыр. Мұнда қаншама бизнес болған. Оның бәрін мына жаққа көшірді. Енді бұл жақта сауда болмайтын белгілі. Өйткені проход емес. Телефон, чехол, анау-мынаулар. Ал мына жақты көрсетейін қазір. Бұл бізде Бариста кофе. Бұл да бізде Мұхит деген бауырымыздікі. Ол кісіне қағаз апсырып кетті. Ашылғанына бұған вообще 2-3 ай ғана болды. Осындай енді бастықтар болып отыр бізде. Мұн жақта кетіп жатыр. Бұл жерде ондай не емес қой. Бізде біреуің бастық, сен жұмысшы деп бөлінбейді, байқайсыздар ма? Бәріміздің қатынасымыз андай. Мен сондайды қалағанда, әу бастан, яғни жұмысшы деп, либо бастық деп бөлінгенін қаламаймын. Бәріміз бірдей, как бір үйдің адамы сияқты. Мен сіздерге таңғаламын әуелі. Жұмыс жоқ кезде кеп аласыздар ғой, осындашы. Кеп әңгімелесіп отырасыздар. Жер сағынасыздар. Вот сондай бір ұжым құруды мен армандаған, соған жеттім, бірақ енді өкінішке орай осындай жағдай болып тұр. Ары қарай біз наоборот өсіп жатырмыз ғой, байқасаңыздар, өсіп жатқан жоқпыз. Оңаймаңыздар, ары қарай керісінше өшпейміз, өсеміз, сондықтан жақсы ма? Жақсы онда. Сау болыңыз. Кәдімгі көзіңе жас келеді ғой, мына жақтан кету деген. Қаншама еңбек қалып жатыр. Қаншама энергия кетті. Соның бәрін тастап енді бір күнде кету деген. Мұнда біздің қаншама складтар болды. Соның бәрінің ішін қазір тазалап кетіп жатырмыз. Оны апаратын енді дайын мұндай холодильник табылмайды. Бұл да қиынға соғып жатыр. Өткен видеода, өткен блогта сіздерге жақсылықпен, яғни баламды дүниеге келіп жатқан өскен енді осы блогта осындай бір мен үшін қайғылы оқиғамен бөлісіп жатырмыз. Бұл енді жаңа байқап тұрмын. Осындай бір мықты ұжым құрғанымды, ол кісілер кеткісі келмейді, керісінше көздеріне ыстық жасалып тұр жаңа. Мен өзім бірақ
өз өзімді ұстап тұрмын, өйткені ана жерде мен босасам, ол кісілерді вообще сындырамын. Бұл жерде басшы ретінде ұжымның алдында сәл де болса жауапкершілік. Әрине қазір енді осы бір точка жабылды екен деп бәрі бітіп қалмайды, бірақ бұл қара шаңырақ болғандықтан бізге ыстық. Бізде бір жылға келісім шарт бар. Оның бәрін бұзып осылай бізді бірден де шығарып тастап жатыр. Мен жалғыз емес, әрине үстіңгі алдыңғы қатардағылардың барлығын босат деп жатыр. Келісім шарт ешқандай Қазақстанда бір керекке жарайтын нәрсе емес екен, соны түсініп отырмыз. Жай бір жапырақ қағаз, оған сенудің керегі жоқ екен. Бұйырса мұнда біздің жаңа нүктеміз ашылып жатыр. Қазір ремонт бітті, бұйырса бүгін күн кеш болса да бастау керек. Бір жамандықтың артынан бір жақсылық. Өкінішке орай бірақ та канализация жағы дұрыс болмай жатыр, пока реттейміз. Мында біздің аппараттар ремонтта. Вот мынау біздікі. Ішіне қойылсын. Бірақ бұл жағын точка кішкентай. Бірақ орны керемет енді Арбаттың ортасында. Хақ Арбаттың ортасы. Бұл жақтен адам үзілмейді. Алматының адам ең көп жүретін жері шығар бұл. Бірінші Алматыға келген есімде осы жерде дірілдеп, жалтақтап, жан-жағымызға қарап жүріп едік. Енді ортасынан бизнес ашып жатырмыз. Отына тұрған жап-жасыл болып тұр ғой. Қазір алдында ремонт болғадыр. Өте салысымен жер ашылады алды. Бұйырса. Бұнда да аю тұрады. Бірақ енді қатты биік емес, бұл жерге кішігірім қоямыз. Адам толы бұл жақта. Осылай келе жатыр. Жап-жасыл болып жанып тұрады. Жап-жасыл болып жанып тұр. Қазірге осылай. Қазір біз келісім шартқа отырдық. Бұйырса мынау үлкен магазин. Осыны аламыз. Пока енді бұған кіргенше мына жасай берейік деп. Бұл жақта кішкентай емес. Іш жағында мынандай орын бар. Бұл жақта жасауға болады. Қыздар өз жұмысқа кірісіп кетті. Бүгін бірінші күн бастауға тырысып отырмыз. Ашып кетуге дайындық. Жаңа орындан құтты болсын. Күніне көшеміз дейсіз ғой жаңа жақтан. Осылай заказ қабылдайды қыздар. Есімде ең алғашқы Алматыға келген кезде Арбатқа келіп, жан-жағымызда жалтаңдап, өзіміз алақтап жүредік. Енді міне бұйырса Арбаттың қақ ортасына бизнес ашып отырмыз. Аллаға шүкір. Билеттің еті табыламаған. Табамыз ба? Ана жерді жаппасақ қыздарға суық болса еді. Бізде видиш қандай болған жоқташ. Қай күні ашыламыз примерно, ол күн погода қандай болады. Сонда будущиймен жасамадық. Сол үшін шығар. Екі не болғандай? Сабақ па? Сабақ. Әрине. Үстіп опыт жинаймыз ғой. Үшінші точкаға кәдімгі бәрін ойлайын деп тұрсың ғой. Мұнда адамдар отыра береді ғой, біз жақтан. Еще мұнда отыратын жасаймыз. Мынау қашан аламыз мына жерде? Келісім шарт жасалды ма? Жоқ, әлі жасалған жоқ па? Бұл жерде біраз орын шығайын деп отыр ғой, жоқ дегенде 5-6 адам отырғанғаш. жоқ, олар айтып тұр, біз есікті мына ауыстырамыз, мына ремонт жасаймыз. Содан кейін береміз дей ма? Керемет. Нан жасап сау керек. Бұны жалғыз білетін адам мен болып тұрмын. Басқа орайын жоқ. Дайын болды. Қалай, әдемі ма? Дайын болдыңыздар ма? Бұйырса клиенттеріміз келіп бастады. Біздің ең алғашқы клиенттер Арбаттағы точкаға. Шүкір Аллаға. Бұл точканың бірінші клиенттері келіп жатыр. Ашылғанымызға 5 минут болды.